Баршаларыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін біз өте дәмді жасалатын вупи пай пирожныйын жасаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, подписаться кнопкасын басып кетіңіз. Ең алдымен 100 грамм Қазақстан шоколадын бөліктерге бөліп, 55 грамм сары май екеуін қысқа толқынды пешімізге ерітіп аламыз. Одан кейін ыдысымызға 2 жұмыртқа мен 85 грамм қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне 10 грамм какао мен қопсытқыш салып араластырамыз. Содан кейін суыған ерітілген шоколадты қосып араластырамыз. Үстіне 130 грамм ұн қосып жақсылап араластырамыз. Қаймақ тәрізді масса болуы қажет. Дайын болған массаны кондитерлік пакетке салып, видеодағыдай етіп табағымызға домалақтап құйып шығамыз. Пешімізге 180 градуста пісіріп аламыз. Корждарымыз дайын болғанша крем дайындаймыз. Крем үшін 33%-дық сливкиді 150 грамм құйып, 50 грамм сахарный пудра қосамыз және 150 грамм творожный сыр қосып, жақсылап араластырамыз. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді кезекте корждардың арасына крем жағып, бір-біріне жабыстырамыз. Өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Біздің вупи пай пирожныйымыз дайын болды. Жасап көруге кеңес беремін. Сіздермен болған ардақ. Егер видео пайдалы болса, лайк басуды ұмытпаңыз.